Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасы президент жанындағы ұлттық ғылым академиясы Казсайнс подкастын бастайды. Бүгінгі біздің қонағымыз Қазақстанның Венгриядағы ғылыми елші, болашақ бағдарламасының Дебрецен университетінің PhD кандидаты Назира Нұрқожақызы. Біздің подкастымызға қош келдіңіз. Өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Мына бүгінгі ұлттық ғылым академиясынан қазақ ғылымы жайлы подкастына келіп отырғаныма өте қуаныштымын. Міндетті түрде өзімнің жасап жүрген жұмыстарым жайында бөлісемін. Бүгінгі таңда мен Қазақстанның Венгриядағы ғылыми елшісі ретінде қазақ ғылымын және де осы қазақ ғалымдарының болашағы үшін жұмыс атқаратын боламын. Сонымен қатар Дебрецен университетінде этнография бағдарламасы бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізудемін. Қазақстанның Венгриядағы ғылыми елшісі екенсіз. Ол дегеніміз не, және сол қандай жұмыстар атқардыңыз, соны айта кетсеңіз? Иә, көбінесе осы ғылыми елші деген ұғым көбінесе қызығушылық тудырады қазақ ғалымдарының арасында. Дегенмен көптеген кісілер бұл идеяны өте қатты ұнатады. Ғылыми елшісі деген өте қызықты нәрсе екенін, қазақ ғылымына да сол нәрсені алып келсеңіз деген ұсыныстар көбінесе болады. Бұл негізі идея Европалық одақтың идеясы болып табылады. Венгрияда бұл ұйым 1994 жылдан бастап жұмыс жасайды. Осы 2021 жылдан бастап осы Европалық одақтың идеясы ол жалпы мажар ғалымдарына берілді. Сондықтан да осы Венгрияның ғылым жүйесі ең алғаш осындай дос амбассадор систем деп аталатын жүйені алып келді. Осы 2020 жылдан бастап ұйымдастырылды бұл. Сол кезде жаңағы Венгрияда білім алып жүрген әртүрлі елден келген ғалымдар бар, докторанттар бар, солардың арасында үлкен конкурс жарияланды. Осы конкурсқа бағымды сынап көрейін деп қатысқан болатынмын. Конкурс 1 жылға жуық уақытты алды, және де 1200-ден астам ғалым осы жаңағы конкурсқа өзінің өтініштерін берді. Енді өтем деген ой болған жоқ, өте қуаныштымын өйткені осы конкурс нәтижесінде 37 ғалым таңдалып алынды. Қайсы елден ғалым немесе докторант осы конкурстың нәтижесіне жеңіске жетеді, сол ғалымның елі автоматты түрде осы Европалық одақтың жүйесіне кіреді. Яғни бұл деген сөз Венгрия және де басқа Европа мемлекеттері осы жүйе арқылы сол мемлекеттің ғылым жүйесімен тікелей жұмыс жасайды. Сондықтан да менің бұл жердегі үлкен қуанышты болған жағдай, ол мен қазақ ғылымы мен Европалық университеттерді, Европаның ғылым жүйесін байланыстыруға, дамытуға мүмкіншілік алдым. Бүгінгі таңда осы жүйеде 2 рет мандат алдым, 2-ші рет тағы да сайландым. Соның нәтижесінде біз Астана халықаралық университетімен және де Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеттерімен, сонымен қатар басқа да Қазақстанның аймақтарынан келген ұсыныстар бойынша жұмыс жасап жүрмін. Басты мақсат осы. Тағы да бір ата кететін нәрсе, Астана халықаралық университетімен бүгінгі таңда қос дипломдық бағдарламаның үстінде жұмыс жасап жатырмыз. Бізде осы өткен жылы Memorandum of Understanding деп айтылады. Сол 2 университеттің арасында осындай меморандумға қол қойылды. Бұл меморандумның нәтижесінде біздің қазақтың жас ғалымдары, студенттері, магистранттары, докторанттары Европаға тікелей барып, қалаған уақыттарында, мысалы, қай семестрді сіз қалайсыз, сол кезде барып білім алуға өте үлкен мүмкіншілік береді. Сосын тағы да бір қуанышты жағдай, өткен аптада ғана осы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетімен ресми түрде тағы да 2 факультетпен осындай меморандумға қол қойдық. Осының нәтижесінде біздің Қазақ ұлттық университетінің ғалымдары да келіп, тек қана ғалымдар емес, сонымен қатар біздің профессорлық оқытушы қауымда келіп осында өздерінің тәжірибе алмасу немесе жаңа идеялары бойынша жұмыс жасауға мүмкіншілік береді. Өте керемет, өйткені жаңағы басқа елден профессор келгенде осы біздің ғылым саласында жүрген докторанттарға жетекші болады, өте керемет дүниелер өте көптеген ұйымдастырып жатыр екенсіздер. Енді осы жаңа Дебрецен университетінің PhD кандидаты деп жаңағы таныстыра кеттік сізді. Сол кезде мысалға сіз ол университетте қандай жаңа ресерчпен айналысасыз? Және қандай мысалға жобалармен қазір уже айналысып жатырсыз? Ол жақтағы менің басты жұмысым, басты зерттеу бағытым ол қазақ ғылымымен байланысты болып келеді. Соның ішінде мен
басты зерттеу мақсатым ол деген Қазақстанда өмір сүретін әртүрлі ұлттан шыққан отбасылардың тұрмыс тіршілігі, одан кейін мысалы салт дәстүрді сақтау деңгейі, ұлттық құндылықтарды сақтау деңгейі, әртүрлі жаңағы ұлттардан құралған неке болғандықтан бұл жерде жаңағы айтып өткен мәдениет, тілдік, діни өзгерістер қалай өзгереді, сол процесті зерттеу бойынша жұмыс жасаймын. Ол біздің қазір Қазақстанның оңтүстік аймағындағы бөліктерді қамтиды. Өйткені Қазақстанның тарихында болған тарихи жағдайларды бәріміз білеміз. Соның нәтижесінде мысалы көптеген біраз ұлт өкілдері Қазақстанның жерінде әлі күнге дейін өмір сүреді. Сол жақтағы өмір сүру стилі қалай? Мысалы, оны айтқанда интерэтник marriages немесе mixed marriages деп айтамыз. Осы mixed marriages ол кәдімгі бір жаңағы ғылыми лаборатория сияқты. Жаңағы аталып өткен жоғарыдағы ғылыми аспекттерді зерттеу болып табылады. Сонымен қатар менің мамандығым енді этнограф болғандықтан, антрополог болғандықтан, бұл жерде көбінесе біз ұлттық құндылықтарға, салт дәстүрдің сақталуына өте көп көңіл бөлеміз. Және де менің мақсатым мысалы осы европалық білім жүйесіндегі алған дағдыларымды мысалы Қазақстанның жалпы этнография жүйесіне, сосын жаңағы зерттеу стилін, зерттеу әдістемесін кішкене жаңарту жағынан, осы жағынан менде мотивация өте жоғары. Осы бұйыртса зерттеу жұмысы толық аяқталғаннан кейін қазақтың осы этнография саласын, антропология ғылымының дамуына өз үлесімді қосқым келеді. Яғни жаңадан көзқарастар, мысалы бұл жердегі басты нишасы деп айтамыз ба, сол жерде сол мысалы зерттеу объектісіне, сол research settlements деп айтамыз ғой, сол жерде сіз барып, өзіңіз көріп, сол жақтағы жаңағы атмосфераны сезініп, аураны сезініп, сол жақтағы отбасыларға бірме-бір кіріп, көріп, сөйлесіп, нақты өзіңіз сезініп, солай жұмыс жасайсыз. және де мысалы біздің ассимиляция, аккультурация теориясына негізделе отырып, өзіңіздің жаңағы жасаған зерттеу жұмыстарыңызды жаңашылдық алып келу ғой басты мақсат осы бағытта. Осындай дүниелерді мысалға сіз жасап жатсыздар, ғылыми зерттеу жұмыс жүргізіп жатсыз. Сіз одан бөлек сіз анасыз, жолдасыңыз бар. Осы Венгрияға оқуға кеткен кезде жолдасыңыздың көзқарасы қалай болды? Және оқыған докторантурада оқыған кезде баласы бар адамға өте қиын. Шынымен де ол өзімде мысалға докторантура оқыған кезде мен өзімде біраз үлкен бір нелер болды, мәселелер болды, туындады. Сондықтан ол оңай емес. Сіз оны қалай қарсы алдыңыз, сондай қиыншылықтарды, сондай үлкен шыққан мәселелерді? Өте бір актуалды сұрақ қойып отырсыз. Өйткені маған бүгінгі таңда әлеуметтік желілерде қазақ қыздарынан, біздің қазақ аналарынан осындай сұрақтар көп кездеседі. Жаңағы 6 айлық баламен қалай сіз қорықпай шетелге кеттіңіз? Плюс докторантура ол деген өте ұзақ жол ғой, ұзақ ғылым жолындағы өте бір жауапты қадам. Қалай сіз қорықпадыңыз деген сияқты сұрақтар қойылады. Мен бұл жерде ең бірінші айтатыным отбасыларыңыз, ата-аналарда қолдау, одан кейін жолдасыңыздың қолдауы, және де өзіңізде шынымен ішіңізде қалып болса, ішкі жан дүниеңізде, жүрегіңізде сондай бір мотивация болса, онда ештеңеден қорықпау керек деп айтамын. Қазақ қыздарына жалпы солай айтқым келеді. Өйткені егер де сіз шын жүректен осындай бір өзіңізге мақсат қойсаңыз, ол бала да, басқа да отбасылық жағдайлар да, ол ешқайсысы сізге кедергі болмайды деп айтқым келеді. Сосын тағы да бір өте қуанышты жағдай, мысалы Европада университеттерде, тағы да басқа жүйелердің барлығында білім жүйесінде баламен білім алатын аналарға өте жақсы жоғары жағдай жасалған. Мысалы, менің оқып жатқан Дебрецен университетінде анамен бала бөлмесі бар. Сол бөлмеге сіз күніне 4 сағатқа балаңызды қалдырып кете аласыз. Ол жақта арнайы адам болады, жауапты маман, сіздің балаңызға сол кісі жауап береді. Тегін. Барлығы тегін түрде. Сосын ол жақта жаңағы пайдасы жағынан да өте тиімді ойластырылған. Мысалы, 4 сағат бала не істейді? Ол тек қана бір жерде отыра бермейді немесе ұйықтамайды деген сияқты ғой. Сонда ол жерде жеке бір маман сол 4 сағат сол баламен айналысады. Дамуға арналған ойыншықтар, тағы да басқа бағдарламалар әзірленген. Мысалы 3 ай мен 6 айдың арасындағы балаларға немесе 1 жастан 3 жасқа дейін, 3 жастан 5 жасқа дейінгі сияқты сондай арнайы бағдарламалар болады.
яғни сізде университетте лекция жүріп жатқан кезде, сіз білім алып жатқан кезде қосымша сіздің де балаңыз тиімді әрі екі жақты да қолайлы біліммен айналыса алады. Маған осы тарап өте қатты ұнады. Ал егер де сіздің лекцияңыз кешкі уақытқа қойылатын болса, енді кешкі уақытта ол әрине жабық болады. Сол кезде тіпті профессорлардың өзі осылай баланы қолда ұстап отырып сабақ жүргізген, лекция жүргізген кездері де болған. Ол жақта ол өте welcome деп айтамыз ғой, олай өте қатты ондай бір керемет кедергі немесе қарсылық жоқ баламен баруға, оқуға деген сияқты. Сондықтан да ештеңеден қорықпаңыздар деп айтқым келеді. Егер де шынымен ішіңізде қалау болса, мақсат болса, ол бәрі де мүмкін. Оның барлығын жасауға болады. Бұл жақсы идея екен. Біздің жоғары оқу орында шынымен де осындай mom and baby деген бөлмелер ашса, ол деген тек қана жаңағы ғалымдар ғана емес, оқушылар, профессор оқушылар құрамға да ол мотивация да болады. Иә, керісінше керемет дүние. Өйткені өзімізде университетте мысалы жұмыс жасаған кезде кейде болады, жаңағы әйеліңде жұмысқа бару керек болады, бала ауырып қалған. Енді көбінесе аналар мысалы бала ауырған кезде ана қалады ғой баламен, балабақшаға қабылдамайды. Сол себепті кейде әйел адам қалады ана. Ал кейде мысалға ол кісіде мысалы кейде жұмыстан сұрана алмайды, қайта сұрана алмайды. Сол кезде күйеуі жолдасы қалып қарау керек. Өте керемет идея екен. Барлық жоғары орындарына назарларыңызға. Енді сіз өзіңіз тағы не айтып отырсыздар, болашақ бағдарламасымен осы оқуға түстіңіз. Неге болашақ бағдарламасы таңдадыңыз? Өйткені көп жоғары оқу орындарында үлкен қалай айтсам болады, өзіңіз жеке тапсырсаңыз да болады, оқысаңыз да болады. Неге осы сұрақ менде? Болашақ бағдарламасын не үшін таңдадыңыз? Қандай мақсатпен? Өйткені білетін болсаңыз, осы Венгрия мен Қазақстан арасында мемлекетаралық келісімшарт бар. Стипендиум кругарикум деп аталады. Бұл жақта екі мемлекеттің басшылықтары өздері келісілген түрде жұмыс жасайды. Мысалы, болашақтың бұл жерде басты міндеті Қазақстаннан конкурс ұйымдастырып, қажетті кандидаттарды таңдап беру. Осының барлығын болашақ жүргізеді. Ары қарай осы таңдалып алынғаннан кейінгі іс-шаралардың барлығын мажар тарапы жүргізеді. Бұл енді болашақ бағдарламасы өте бір Қазақстандағы баға жетпес білім жүйесіне қосып жатқан үлестері өте үлкен бір керемет дүние деп айтамын. Өйткені болашақ бағдарламасы бойынша білім алып келген түлектер бүгінгі таңда мысалы қазақ ғылымына өте үлкен көптеген үлестер қосып келе жатыр. Сондықтан да Қазақстандағы номері бірінші деп айтамыз ғой, осы ғалымдарға, жалпы жас ғалымдарға, студенттерге, жастарға мүмкіншілік беретін. Сондықтан да болашақ бағдарламасының Европа бойынша ең тиімді гранты осы бағдарлама маған өзіме қатты ұнады. Сондықтан да осы ойланбастан Мажарстанды таңдадық. Өйткені өздеріңіз білесіздер, Мажарстан мен қазақ халқының арасында тарихи байланыс та бар. Сондықтан да осы Венгрия менің жүрегіме жақын болды. Менің білуімше, сіз Қазақстанға өзіңізді зерттеуіңіз жұмысыңыз бойынша келдіңіз. Белгілі бір уақытқа келдіңіз. Таңда мен осы бір семестрге рұқсат алып, осы өзімнің ғылыми жұмыстарды жасау мақсатында келдім. Жаңа айтып өткендей, осы Қазақстандағы әртүрлі некелі отбасыларды зерттеймін ғой. Сол ауылдарды өз көзіммен барып көріп, олармен бірге өмір сүріп, сол отбасыларды көру міндетті болды. Сондықтан да қазіргі уақытта интервью жинау мақсатында осы Қазақстанға келдім. Болашақта бұйыртса қорғап келгеннен кейін қандай мақсатыңыз бар? Елге келесіз бе? Қандай жұмыстармен айналысасыз? Әрине, осы да бір айта кететін мәселе. Сіздерге мысалы болашақ бағдарламасы жалпы біздің Қазақстаннан, Қазақстан Республикасынан өте үлкен қолдау алып отырмыз. Сондықтан да біздің ел берген мүмкіншілікті пайдалана отырып, сізде өз құндылықтарыңызды, өзіңіздің мысалы жеке дамуыңыз жүреді. Және де осы сіздің жеке дамуыңызға мүмкіншілік берген дүниелерді ол біз өзіміздің елімізге келіп, оны қайтару керек секілді деп ойлаймын. Өйткені сізге деген сондай бір керемет баға жетпес мүмкіншілік, сол алған дүниеңізді Қазақстанның ғылымына бір өзіңіздің вклад жасау керекті міндетті деп ойлаймын. Жалпы мен болашақтағы мақсатым осы Европада алып келген білімімді қазақ ғылымына пайдалану, дұрыс жағынан, барлық жағынан пайдалану. Мысалы, тек қана
университет саласында ғана емес, сонымен қатар жалпы ғылыми даму саласында да өте көптеген идеялар бар болашақта жалғастырады. Тамаша, өте тамаша. Өйткені қазіргі таңда көп ғалымдарымыз шетелде білім алып жатыр, көбісі қайтып келе жатқандар да бар, бірең-сараңдар да бар, жақта қалып қойып жатқан. Әрине, бізде қазіргі таңда үкімет тарапынан үлкен қолдау болып жатыр. Өзіңіз білесіз, осы сәуір айында Қазақстан Республика президенті жанындағы ұлттық ғылым академиясына үлкен бір жаңағы мемлекеттік статус берілді. Жаңағы ғалымдарға әлеуметтік мәселе жағынан да үлкен нәрселер көтеріліп жатыр. Өзіңіз білесіз, қазір жас ғалымдарға үй берейін деп жатыр. Бұл үлкен бір үміт артылды. Өйткені білесіз, қазіргі таңда еліміздің экономикалық жағынан біз арғатай даму мақсатында тек қана білім мен ғылым саласы арқылы дами аламыз. Яғни біз қазір дамып жатқан емес, дамыған мемлекеттерге айналамыз. Бүгінгі біздің подкастымызға келгеніңізге көп рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп, енді біз әр подкастымызда өз қонағымызға өзіміздің бір жеке осы Қазақстан Республикасы президент жанындағы ұлттық ғылым академиясы атынан берілген біз өзіміздің сыйлығымыз бар. Сол сыйлығымызды қабыл алыңыз. Кішігірім болсын, сыйлығыңызды қабыл алыңыз. Осы ұлттық ғылым академиясына жалпы Таңат мырза, сіздің бастамаларыңызға ерекше алғысымды білдіргім келеді. Және де осы жалпы қазақ жастарына, қазақ ғалымдарына сондай бір қолдау айтқым келеді. Өйткені бүгінгі таңда енді жаңа Қазақстан деп айтып жатырмыз ғой, сондықтан да жаңа қазақ ғылымы деген ұғымды да алып келу керек сияқты. Осы біз секілді тек қана Европада емес, сонымен қатар осы әлемнің түкпір-түкпірінде білім алып жүрген, мысалы, әсіресе болашақ бағдарламасы мүмкіншілік берген сондай бір керемет біздің жастарымыз бар әлемде. Сол барлық ғалымдарға, жастарға айтқым келеді. Сол елден алып келген, мысалы, дағдыларыңызды, жақсы сіздің сол жақта алған баға жетпес құндылықтардың барлығын еліміздің ғылымы үшін ерекше бір сондай махаббатпен, патриоттық сезіммен қазақ ғылымының дамуына үлесімізді қосайық деп айтқым келеді. Өйткені бізге берілген осындай керемет мүмкіншілік, ол қазақ ғылымының дамуына қызмет ету керек деп ойлаймын. Өйткені болашақ біз секілді жастардың қолында. Содан кейін тағы да айта кететін нәрсе, егер де әр адам қоғам менен басталады деген бір ұғыммен, сондай бір жан дүниесінде сондай бір оймен өмір сүретін болса, бұл өмірде бәрі де мүмкін деп ойлаймын. Өйткені қазір көбінесе еркіндік, сізге ешқандай шектеу жоқ, мысалы, барлық жастардың бойында жаңа идеялар, ғылым жүйесінде болсын, басқа жерлердің барлығында ол осы жастардың өте идеясы қолдау таба алады. Сондықтан да барлық жақсы мотивацияны, жаңа идеялардың барлығын осы қазақ ғылымына бір вклад жасау жолында қолдану керек деп ойлаймын. Ол өйткені қазақ ғылымы даму керек, өсу керек. Бүгінгі таңда болашақ жастарға, болашақ ұрпаққа сондай бір керемет бір жағдай жасайтын дүниелер жасалынуы тиіс деп айтқым келеді. Рахмет, құрметті ғалымдар. Елімізге үлкен үлес қосайық, экономикамызды көтерейік, биік белестерді бағындырайық. Дамып жатқан емес, дамыған мемлекеттер қатарында болайық. Рахмет.